Ал енді осындай керемет ағзаға пайдалы таза табиғи өнімді пайдалана отырып қандай табысқа жетуге болады деген нәрсе. Табысын үстіндегі халық көрсін деп біз әдемі жоспар жасап отырмыз. Әрбір өніміміз осы жерде тұратын бізде 7000 теңгені құрайды. 7000 теңгеге өнім алған кісі бізде бронза деген дәрежеде болады. Егер оның үстіне 14 мыңға тағы да 2 өнімді қосып алатын болса, онда оның дәрежесі серебро болады. Оның үстінен тағы да 28 мыңға 4 өнімді қоса алатын болса, оның дәрежесі золото болады. Енді бұл жерде золотодан кейін платина деген дәреже бар, изумруд деген дәреже бар, және бриллиант деген дәреже бар. Бриллиант. Мына жерде қарап отырсаңыз, мәселен сіз өзіңіз келдіңіз да, бірден алтын болам деп 49 мыңға алдыңыз. Сіздің артыңыздан бір кісі келіп өзіне бір өнім ғана алатын болса 7000 теңгеге, онда сіз одан көретін пайдаңыз реферальный бонус 20%-ды құрайды. Сонда 7000-ға келген кісіден сіз 1400 теңге аласыз бір өнімнен. Ал егер екінші кісі келіп 14 мыңға тағы да өнім алатын болса, онда сіз одан 2800 теңгені қоса 4200 теңге көресіз пайда. Үшінші кісіңіз мына жерге былай тұрады. Осы үшінші кісі мәселен дәл сіз сияқты 49 мыңға алатын болса, онда сіз мына ақшаға қоса оған 5600 теңгені тағы аласыз. Сонда өзіңіз 49 мыңға кіріп, артыңыздағы кісі 49 мыңға келсе, сізге түсетін ақша 9800 теңге. Енді сіздің үшінші келген кісіңіз былай тұрды, төртінші келген кісіңіз осы жерге тұрады, бесінші кісіңіз былай орналасады, алтыншы осылай кетеді, 7 осылай, 8 былай, 9 осылай, 10-шы кісі былай орналасады. Мәселен, бұл мысал үшін 10 кісіні шақыру қажет емес, бірақ 10 кісі келіп қалғасы болса сіздің артыңыздан, осы 10 кісіден сіз 9800-ден 98 мың теңге таптыңыз, е? Ал мына бірінші кісі әлі шақырып ешкімді үлгерген жоқ. Сонда да осы бірінші кісі артынан түсіп кеткен осы 6 кісіден левел бонус алады, табыс алады. Ешкімді шақырмаса да левел бонус алады. Ол левел бонус бізде 5%-ді құрайды. 5% ақшаны біз командадан 10-шы тереңдікке дейін алып отырамыз. Міне, көрдіңіздер ме? Енді арғарата қарайтын болсаңыз, мына бірінші кісі адам шақырса, ол осылай артына түсіп кете береді. Бірінің артына бірі көмекші болып кете береді. Екінші кісі адам шақырса, ол осылай түсіп кете береді. Енді 7000 теңгелік пакетте осы 5%-ді санайтын болсақ, 10-шы тереңдікке дейін түсетін ақша 716100 теңгені құрайды екен.